Саламатсыздар ма? Дезинфекция Астана қаласындамыз. Қандала міне өте көбейіп кеткен жағдайда міндетті түрде 2 рет дәрілеу керек. Оны специалист айтты ма, айтпады ма, бәрібір 2 рет дәрілеген дұрыс болады. Қандаланы көп адамдар танымайтын болғандықтан, оның қай жерде орналасқанын білмейді және көбейіп кеткен соң ғана біліп жатады. Көбінесе адамдарды шаққанын сезбейді. Негізі шағапайды емес, шағады, бірақ соны сезбейтін адамдар. Міне мынау дәрілегеннің нәтижесі қандала дәрілеу барысында өліп жатыр. Яғни қандала 100% өледі. Бірақ оның шығып ататын жерлері болады. Мысалға мынандай дивандардың қуыстарына кіріп алса, дәрілеген жағдайда, дәрілеп жатқан кезде өте көбейіп кеткен жағдайда ол бұрыштарға тығылуы мүмкін. Сол кезде жүргені өледі, 3-4 күнде 2-3 болып шығуы мүмкін. Ол жағда паника жасамай, екінші обработканы міндетті түрде жасау керек. Кейбір кезде асығыс жағдайда специалист сізге ескертпеуі мүмкін, немесе консультант берген менеджер сізге ескертпеуі мүмкін, бірақ бәрібір қандаланы міндетті түрде 2 рет жасатылу керек. Сізге мені көбейіп кеткенін көрсетті ма, болды, сіз, значит, 2 рет дәрілеу керек. Өте көбейіп кеткен жағдайда 3 рет дәріленуі де мүмкін. Сосын қандаланы көргеннен кейін түрлі дәрілерді іздеп, немесе интернетті ақтарып, өлмейді деген ақпараттарды оқымаған дұрыс. Өз жүйкеңізді сақтаңыз. Қандай дәрімен дәрілейміз? Дәрі жыл сайын ауысады, яғни оның қандаланың ағзасы дәріге тез үйреніп алады. Сондықтан биылғы айтқан дәрім келесі жылы ол әсер етпейді. Мысалға, былтырғы жылы блокада антиклопты айтып жүретінбіз, биыл ол блокада антиклопқа қандаланың ағзалары үйреніп алған. Сондықтан ол дәрі әсер етпейді. Және қалаларға да байланысты. Әр қаланың қандаласының иммунитеті әртүрлі, немесе әртүрлі дәрі пайдаланамыз. Мысалға, Астана қаласында және Алматы қаласында блокада антиклоп пайдаланды. Басқа қалаларда ондай дәрі сатылмайды, яғни ол жақтарда жоқ. Бірақ біздің клиенттермен заказ беріп алдырғандары бар. Но результаты жақсы болды. Мынау таракан көбейіп кеткенде міне осылай менің стенаның ішіне кіріп алады. Таракан біреу-екеу көрдіңіз ба, оны уже жою жұмысын жасау керек. Сосын тараканды байқадыңыз ба, үйде ремонт жасамау керек. Дезинфекция жасап, тараканнан толық құтылғаннан кейін барып ремонт жасамасаңыз, таракандар қабырғаның арасынан шыға беретін болады. Ремонттың астында қалып қалады. Сосын жылда